Бул видеода сиздерге Corel горячий клавишалар тууралуу айтып кетем. Биринчи бизге копирование тууралуу айтып кетейик. Бизде копирование, мисалы, мына объект копировать үчүн Ctrl-C, Ctrl-V, обычный любой программадагыдай. Бирактан Corel плюс деген кнопка бар. То есть клавиатурада плюсты бассаңыз, бизде копировать этүү оңой. Енді порядок слоевтан бастайық онда. Бизде ең бірінші объектіні төмен және жоғары түсіру, тағы бір объект жасайық, оған қызыл цвет берейік. Екеуін, мысалы, мына объектіні төмен түсіру керек болса, Ctrl Page Downға басамыз. Бізде екі рет бастық, өйткені бізде мына аяқта тағы бір слой тұр, сол үшін екі рет бастық. Ctrl Page Up бұл слойды бір қадам жоғары көтереді. Естеріңізде болсын, бір қадам төмен, бір қадам жоғары. Ctrl Page Down төмен бір қадам, Ctrl Page Up бір қадам жоғары. Енді, егер бізде бірнеше слой болса, мысалы, бір 4-1 слой жасайық, жасыл цвет таңдайықта. Осы слойды бізге төмен түсіру, жоғары түсірейік. Бірінші төмен түсіріп аламыз да, содан кейін Ctrl Page Up'ты бассақ, бізге бір шаг, тек қана бір шаг жоғары көтеріледі, көрдіңіз, бір шаг. Ал егер бізде көптеген слойлар болса, мысалы 20-30 слой болса, онда бізге ыңғайсыз бүйтіп каждый раз Ctrl Page Up'ты көтереді. Сол үшін бізге Ctrl Home деген бар, ең үстіне көтереді. Тағы бір бізде горячий клавиша, ол Ctrl End ең төмен түсіреді. Бізге объектіні кривойға айналдыру үшін Ctrl Q-ге бассақ, кривойға айналдырады объектіміз. Форманы алайық, инструмент. Міне бізге объектіміз кривойға айналды. Енді объект көшіруді айттық, ол бізде плюс. F8 текст инструментін шақырады. Просто F8 басамыз, текстовый инструмент шығады бұлайынан. Енді келесі бізде F6 бұл 4-бұрыш инструментін шақырады. F6-ны басамыз, 4-бұрыш инструмент шығады. F7-ні айтып кетейік, енді бірін-біріне жақын ғой, бұл овал инструментін шақырады. Свободное безье инструментін шақыру үшін F5-ті басамыз. F5-ті бассақ, мына свободный безье шығады. Лупаны алу үшін F2-ні басамыз. Лупа инструмент шығады. Енді форма инструментін алу үшін біз объектін белгілейміз да F10-ді басамыз. Біз қазір баспаймыз, өйткені бізде запись жүріп жатқан соң бізде записіміз тоқтап қалады. Келесі бізде центрирование. P-ға бассақ, любой объект P ненің беттің ортасына түседі. Егер бәрін бірге белгілеп P-ны бассақ, бәрі центральный линияға түседі. Енді тағы бір ең көп қолданатын біздің инструментіміз ол группировка. Группирование объектов. Бізде мысалы осынша 3 объект болса, Ctrl-G-ға бассақ, бәрі бірге болады. То есть бәрі бірге объект. Қайтып бұрын разгруппировка жазу үшін Ctrl-U-ға басамыз. Разгруппировка болады сол кезде. Енді айтып кеттім ба, есімде жоқ. Егер мұна бет бойынша бір 4-бұрыш жасасаңыз, мысалы, сіз былайынан қолмен сызып жатуға болады, былайынан есептеп, аккуратно. Бірақтан бұндай жасамау үшін прямоугольникке барамыз да инструментке, 2 рет бассақ, тура сондай формамен жаңағы 4-бұрыш пайда болады. Басқа да көптеген горячий клавишалар бар, әрине, бірақтан біздің ең көп қолданатын клавишалар осылар негізі.